Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасуша органоидтарының құрылысы мен қызметтерінің ерекшеліктері, жасуша теориясы. Осы тақырыпқа байланысты бірнеше жоспарлар қарастырылған. Жасуша органоидтары, жасуша теориясы және жасуша органоидтарының қызметтері туралы бүгінгі сабағымызды талқылаймыз. Енді бұл жерде сіздер суретте жасушаның құрылысын көре аласыздар. Жалпы жасуша дегеніміз не? Жасуша тірі ағзалардың құрылымының ең қарапайым бөлігі. Жасушаны зерттейтін ғылымды біз цитология деп атайды екенбіз. Жасуша теориясы неге қалыптасуына үлес қосқан ғалымдар неміс ботанигі Шлейден мен зоолог Шванға жасушаның құрылымы туралы ортақ тұжырым жасауға мүмкіндік туады. 1858 жылы Верхов әр жасуша өзіндей жасушаның бөлінуі арқылы пайда болады деген қорытынды жасады. Жасуша қабықшасы цитоплазма және ядроды бөлінеді, ал цитоплазманың өзі органоидтардан тұрады. Ал органоидтардың өзі мембранасыз органоидтар, бір мембраналы органоидтар және қос мембраналы органоидтар болып бөлінеді. Мембранасыз органоидтарға рибосома жасуша орталығы, бір мембраналарға лизосома, вакуол эндоплазмалық тор Голджи аппараты, қос мембраналарға ядро, митохондрия және пластидтер жатады. Енді осы әрқайсы органоидтарға жеке тоқталып кететін болсақ, бұл жасуша қабықшасы, мына суретте көріп тұрғандарыңыз, бұл сыртқы орта жағдайларынан қорғайды. Жасуша қабықшасы латын тілінше мембрана жұқа деген мағынаны білдіреді. Жасушаның сыртын қаптайды, май мен нарозы заттарды түзілген болып табылады. Қызметі өткізгіштік зат алмасу процесіне қатысады және заттарды тасымалдайды. Келесі органоид бұл цитоплазма, суретте көріп тұрғандарыңызға, яғни цитоплазма және ядро жасуша жарғақшасының ядро арасынан толықтырып тұратын қоймалардың сұйықтық болып келеді. Негізгі құрамы геоплазмадан, органеллалардан және қосындылардан тұрады. Цитоплазманың сыртын қоршайды және ақуызды қабықша болып табылады. Геоплазма цитоплазманың негізгі заты. Органеллалар жасуша тіршілігі үшін әртүрлі қызмет атқаратын жасуша цитоплазмасындағы тұрақты құрылымдар болып келеді. Келесі органоид эндоплазмалық тор. Бұл суретте көріп тұрғандарыңыздай эндоплазмалық тор ұзынша келген қуысты үзікшелерден тұратын қабырғасы, биологиялық жарғақтармен шектелген жасуша цитоплазмасының органеллалары болып табылады. Бұл эндоплазмалық тор аграминарлы эндоплазмалық тор эфир-майларын және каучукты зерттейді. Келесі бұл рибосомалар болып табылады. Рибосомалар ақуызды биосинтезін іске асыра және митохондрия құрамында болады және цитоплазмада бос жеке-жеке орналасуы мүмкін болып табылады. Келесі органоид Голджи аппараты. Голджи аппараты полисахаридтер мен липидтердің синтезіне қатысатын липидтер болады. Олар биосинтез реакцияларының жүруін тезестетеді. Келесі органоид митохондрия. Митохондрия пішіні алуан түрлі болып келеді, қозғалысқа бейім және атф синтездейді, артық заттарды бөліп шығарады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай митохондрияның құрылысы және бұл жіпше және түйіршік тәрізді органоид болып келеді. Келесі органоид пластидтер тек өсімдіктерге ғана тән қасиет болып келеді. Өсімдікте үш түрлі кездеседі. Яғни суретте көріп тұрғандарыңызда хлоропласт жасыл түсті болып келеді, хромопласт сары қызғылт түсті болып келеді, ал лейкопласт түссіз болып келеді. Құрылысы жағынан митохондрияға ұқсас болып келеді. Келесі органоид ядро. Ядроның құрылысы, олар ДНК жіпшелерінен, ядрошықтан, ядро саңылауынан, ядро жарғақшасы, ішкі мембрана, сыртқы мембрана және ядро шырынан тұрады. Тұқым ақпаратын сақтайды, белоктар мен ферменттердің түзілуін қамтамасыз етеді. Ядро қабықшасы хромосома, ядро және кариоплазмадан тұрады. Келесі органоид бұл ядроның құрылысы бойынша ядро қабықшасы хромосома, ядро және кариоплазмадан тұрады. Енді осы ядро қабықшасының әрқайсысына кариоплазма және ядро әрқайсына жеке тоқталып кететін болсақ, ядро қабықшасы ядро іштік заттардың цитоплазмадан бөліп тұрады, ал хромосома өте жіңішке жіп тәрізді құрылымды бөлік болып келеді, ал ядрошық сфера тәрізді денешік және белоктан және РНК-дан тұрады. Осы тақырыбымызға байланысты бізде осындай кесте берілген. Бұл кесте органоидтардың орналасуы және атқаратын қызметі бойынша жазып толықтырып келесіздер. Келесі сабақта кездескенше қос сау болыңыздар.